Аяқ-қолыңыздың мұздауы кей жағдайларда табиғи болуы мүмкін. Олар әрқашан алдымен суықты сезеді және соңынан жылиды. Бұл өмір сүру механизмінің маңызды элементтерінің бірі. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпараттың болатынына сенімдіміз. Біздің еңбегімізді бағалап, келесі пайдалы видеоларымызды қарап жүріңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Біз суық ауа райына тап келсек, ми аяқ-қол тамырларының тарылуын мәжбүр етіп қан айналымын шектейді. Бұдан қан қатты салқындамайды да маңызды болған ішкі ағзалардағы жылудың сақталуына көмектеседі. Күйзеліске түсу кезінде ағза оған жауап ретінде адреналин бөле бастайды. Бұл гормон денені жүгіруге немесе соққыға дайындайды. Ағзадағы қан айналымының жедел тарылуы ағзаның оқыс жағдайға дайындалуының бірден-бір көрінісі. Мысалы, жүгіру, соққы кезінде аяқ-қолыңыз жарақат алса, қан тарылу әсерінен көп қан жоғалтпайсыз. Бұл өміріңізді сақтайтын маңызды факторлардың бірі болып саналады. Аяқ-қолдың мұздауына онша мән бермейміз. Аяқ тоңса жылы шұлық пен қалың аяқ киім киеміз, ал қолға қолғап киеміз немесе қалтамызға салып жылытамыз. Әйтеуір бір есебін табамыз. Алайда жыл 12 ай аяқ-қолы мұздап жүретіндер қайтпек? Бұл мазасыздық күннің салқындығынан болса, оның шешімін табуға болады. 2-3 рет аяқ-қолыңызды ыстық суға салып, булау жасаңыз жеткілікті. Ал жазды күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, онда сізге ойлану керек. Өйткені бұл белгі қандай да бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Аяқ-қолыңыздың мұздауына мына жағдайлар себеп болады. Қимыл қозғалыстың аздығы, әсіресе бір орында отырып жұмыс істеу, аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені қозғалыстың аздығынан қанның айналымы дұрыс болмайды. Аяқтың үсуі, егер өміріңізде бір рет аяғыңызды үсік шалған болса, оның қалпына келуі ұзақ уақытты талап етеді. Салдарынан аяғыңыз біраз уақыт мұздап жүреді. Үнемі диета ұстау. Бұл да аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені ағза өзіне қажетті қоректі уақытында ала алмайды. Қан жоғалту, яғни дәрі қабылдау. Анда-санда ауырып қалып, дәрі ішу аяқ-қолдың мұздауына себеп болмайды. Байқасаңыздар, дәрісіз күні өтпейтін науқастар, немесе қандай да бір дәріге іс жүргізу, ағзаны тазалау, ұйқы шақыру, жүктілікпен сақтану, тәуелділіктің салдарынан аяқ-қолыңыз мұздай бастайды. Тамақтану уақытының және ұйқы мен демалыстың өзгеруі. Мәселен, ұйқының уақыты өзгерсе, тамақтану тәртібіне міндетті түрде нұқсан келеді. Айталық, таңғы ұйқыдан 10-да тұрсаңыз, таңғы ас пен түскі ас бірігіп кетеді де, түскі ас 5-ін уақытына ауысады, ал кешкі асқа түннің бір уақытында отырасыз. Міне, бұл өзгерістер ең алдымен асқазанның жұмысын бұзады және де аяқ-қолдың мұздап жүруіне себеп болады. Шылым шегу жалпы жақсы қасиет емес, десе де қызығушылықпен басталған әдет үйреншікті жағдайға ұласып, соңында тәуелділікке әкеледі. Күніне 1-2 тал темекіден келетін қауіп аз болар, алайда бір күнде бір қорапты көрдім білдім демейтіндер үшін өте қауіпті. Қант диабеті. Бұл аурудың адамның әрі және майда тамырлары зардап шегеді. Салдарынан қан тез ұйып, майда тамырлар жарылуға бейім келеді. Нәтижесінде аяқ мұздап, диабет ауруынан белгі береді. Қаназдық. Өздеріңіз білетіндей, гемоглобиннің төмендігі оттегінің тасымалдауын айтарлықтай нашарлатады. Бұл өз кезегінде метаболизм процестерінің қарқындылығын және жылу түзілуін төмендетеді. Осы себепті аяқ-қолыңыз мұздайды. Тығындалған эндортерит. Бұл аурумен темекі шегетіндер ауырады. Дерт қан тамырлары мен күре тамырдың тарылу арқылы көрініс береді. Оған қоса жүрген кезде аяғыңыз ауырады. Нәтижесінде аяқ-қолыңыз мұздап, дерттің асқынғанын анықтайды. Артериялық қысымның төмендеуі немесе көтерілуі
қауіпті белгілер болып табылады. Қан қысымының тым қатты көтерілуі қан ағысын бұзады, ал қан ағысы өзгерген тұста адамның аяқ-қолы мұздап шығады. Жастың ұлғаюы. Адам қартайған сайын денсаулық сыр бере бастайды. Әсіресе 50 жастан асқан соң күнде бір ауру белгі беріп мазалайды. Өйткені гормонда қан айналымда зат алмасуда айтарлықтай өзгерістер орын алады. Жасы егде тартқандардың аяқ-қолының жылымауына осы жағдайлар ықпал етеді. Қалқанша безі жұмысының нашарлауы да аяқ-қолыңыздың мұздауы арқылы көрініс береді. Оған қоса есте сақтау қабілетіңіз нашарлайды. Үнемі тоңып жүресіз, қатты шаршайсыз, тырнағыңыз сына бастайды, жүзіңіз қуқылданып, шашыңыз түсе бастайды. Ішек құрты аяқ-қолдың температурасына кері әсер береді. Өйткені ішектегі ағзадағы құрттар тамырлардың жұмысына кедергі келтіреді, аяқ-қолыңыздың мұздауына әкеліп соғады. Егер суықтан мұздай суға шомылғаннан немесе салқын суға қолыңызды ұзақ жуғаннан аяқ-қолыңыз мұздай бастаса, онда мына әдіспен емдеуге болады. Массаж. Кез келген эфир майына зімбір, даршын немесе ұнтақталған қара бұрыш қосып, аяқ-қолыңызға жағасыз. Саусақтарыңызбен баяу қимылмен уқалап массаж жасаңыз. Булау. Кеңдеу ыдысқа қол күймейтіндей 1,5 немесе 2 литр су құясыз. Оған жарты келі теңіз тұзын, 2 ас қасық сүтпен, 2-3 тамшы гүлшетен, яғни розмарин, майын араластырыңыз. Осы суға аяғыңызбен қолыңызды салып, 20-25 минут отырасыз. Сосын аяқ-қолдарыңызды құрғатып сүртіп, крем жағыңыз. Аяғыңызға жылы шұлық киюді ұмытпаңыз. Жаттығу. Міндетті түрде велосипед жаттығуын жасасаңыз, ол үшін шалқаңызбен жатасыз. 2 аяғыңызды кезек-кезек бүгіп жасасыз. Осылайша 5-6 минут жасасаңыз жеткілікті болады. Қарама қарсы буылау. Аяқ-қолыңызды жылытып, ағзаны шынықтыратын керемет әдіс. Емді үзбей жүргізсеңіз, бір емес, бірнеше аурудан айығасыз. Нақтырақ айтқанда, аяқ-қолдың мұздауын тоқтатады, тамырдың жұмысын жақсартады, қан айналымыңызды реттейді, аяқтың саулығын арттырады. Ол үшін 2 бірдей ыдыс аласыз. Біреуіне 30-35 градус, екіншісіне 12-15 градус су құясыз. 2 ыдысқа кезек-кезек аяқ-қолыңызды саласыз. Ем 20-25 минут жүргізілуі керек. 3-5 минуттай жылы суға, 10 секунд салқын суға саласыз. Емді күніне 5-6 рет қайталасаңыз болады. Емнен соң аяқ-қолыңызды қорғатып, сүртіп, жылы шұлық киесіз. Ескеріңіз, бұл емді аяқта варикозы барларға жасауға мүлде болмайды. Одан бөлек, тамақтану мәзірінде де мұқият болыңыз. Құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағамдарда тұтыныңыз. Белінше, С дәруменінің қайнар көзі болып табылатын кивиді, қарақатты, апельсинді жиі жеңіз. Бұл қанның ұюын болдырмайды. Ал жіңішке қан тамырлардың жағдайын жақсартқыңыз келсе, шекілдеуік пен жаңғақты көбірек тұтыныңыз. Ағзаны темірге байытқыңыз келсе, қара өрік, жұмыртқаның сары уызы мен алманы үзбеңіз. Аз-аздан жиі тамақтаныңыз. Спортпен шұғылданыңыз. Жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Кофенің орнына ыстық шаймен немесе шөп шаймен алмастырыңыз. Ең маңыздысы әрі негізгісі аяқ киімді дұрыс таңдаңыз. Аяқты қыспайтын, терлетпейтін болу керек. Жайлы аяқ киім жанның рахаты әрі қанның дұрыс айналуына септігін тигізеді. Міне ардақты оқырман, егер ешқандай себепсіз аяқ-қолыңыз мұздап жүретін болса, міндетті түрде терапевт дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Дәрігер сізді толық тексеріп, қажетті ем шараларын жүргізеді. Ауруды анықтап, дер кезінде ем қабылдасаңыз, жазылмайтын дерттің жоқ екенін ұмытпаңыз. Бұл дертті үй жағдайында емдеуге болмайды. Міндетті түрде себебін анықтап алу керек. Сіздермен дертке дау орнаса, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.